Барлықтарына сәлем. Бұл бүгінгі тақырып өз-өзіңді танудың бірінші жолы. Соның ішінде біз әдеттер туралы, орысша привычкалар туралы айтамыз. Әрбір адамның бойында бізде жақсы привычка және жаман әдеттер бар. Мысалы, жаман әдет темекі тарту, ал жақсы привычкаға таңертең ерте сағат 5-те тұру және тағы басқа. Мен бұл видеода сіздерге бір жай мысал жаттығуды айтамын. Сіздерге қалай өз әдеттеріңізді өзгерту керек туралы айтпаймын. Өйткені оның тоқтатудың әрбір адамның өзінің методы, тәсілі бар. Міндетті түрде маған астына комментарияға жазыңыз, қандай әдетті сіз өзгерте алдыңыз, қандай тәсілмен. Мысалы, мен таңертең сағат 5-те тұра аламын. Оны мастер-кит методикасының мақсатында деп айтам. Енді жаңағы жаттығуды айтайын. Өте простой жаттығу. Бір бет қағаз аласыз, дәптер аласыз, соның ішіне өзіңіздің бойыңызда ұнамайтын привычкалардың списогін жазасыз. Бұған любой кез келген өзіңіздің бойыңыздағы әдеттеріңіз жазуға болады. Мысалы, сіз шоколад жеуді тоқтатқыңыз келеді, бірақ күн сайын жейсіз. Соны жазып қоясыз. Екінші тізімге өзіңізге ұнайтын әдеттерді, привычкаларды жазыңыз. Басқа адамның бойынан көрген, немесе бір фильмнен көрген, туысқаныңыздың бойыңыздан, ол адамның бойындағы өзіңізге ұнайтын привычканы жазыңыз. Өйткені, егер ол сізге ұнап тұрса, яғни оның да өзінің себебі бар. Өз өміріңізге оны сіз тарта аласыз. Бірінші жаздық, өзімізге ұнамайтын әдеттер, екіншісі өзімізге ұнайтын әдеттерді жазамыз. Енді үшінші, біз осы жазған списоктың ішінен өзімізге ұнайтын әдеттердің ішінен тек біреуін ғана таңдап, келесі 49 күн жасап көріңіз. Ауызбен айту оңай, 49 күн жаса деп, бірақ оның ішінен өзіңізге ең оңайын, ең өзіңізге ұнап тұрған әдетін жай жасап көріңіз. Өзіңізге сөз беріңіз, мен жасаймын, ертеңнен бастап, мен жасап көремін деп. Бұл әрине, бұны қарап жатқан видеоны адамдар көбінесе өзінің шынымен де бір бойындағы жаман әдетін тоқтатып, жақсы әдетті қалыптастырғысы келетін адамдар үшін арналған шығар. Сондықтан мен сіздерден шынымен де 49 күн бойы жасап көрген адамдарды комментарияға жазып, ол адамдармен танысқым келеді. Өзім мен мастер-кит методикасының арқасында таңертең сағат 5-те тұрып үйрендім. Сериал мен фильмдерді қарауды тоқтаттым. Және де біреу үшін күлкілі, бірақ мен үшін мысалы шайды сүтпен, сгущенкамен араластырмай бөлек ішуді үйрендім. Және тағы басқа, өзімді мақтамай-ақ қояйын, бірақ сіздерге айтатыным, өз-өзіңді танудың бірінші жолында әдет, яғни біз күнделікті автоматты түрде жасайтын әдеттеріміз біздің өмірімізге үлкен әсерін тигізеді. Ол мүмкін сізге көрінбейді, көзіңізге көрінбейді. Мүмкін сіздің қасыңыздағы досыңыз, туысқаныңыз сізге айтатын шығар. Болды, темекі көп тартпа, көп жаңағы тәтті соқтарды іше берме деп. Олардың сіздің бойыңызда байқап сізге олай айтудың себебі де бар. Яғни оны сізге мүмкін уақыт келді тоқтатуды. Қалай тоқтатамыз, соны бірге тоқтатып көрейік. Бірақ мен жаттығуымды жасап, 49 күн бойы сол бір әдетті қалыптастырып көріңіз. Көп рахмет тыңдағандарыңызға. Рахмет.